әлемнің ең биік нүктесінде. Өмір қандай екенін ойланып көрдіңіз бе? Мен сізді жер шарындағы ең биік ауыл, Үндістанның солтүстігіндегі қашықтағы Гималайда орналасқан Кибберге саяхатқа шақырамын. Теңіз деңгейінен 4500 метр биіктікте орналасқан Киббер жай ғана картадағы нүкте емес. Ол көптеген тау шыңдарынан да биік орналасқан, тірі, тыныс алатын қауымдастық. Әр таңда шексіз көк аспанмен, қар басқан таулармен және соншалықты таза, киелі сезілетін тыныштықпен оянуды елестетіп көріңізші. Бірақ мұндағы өмір оңай емес. Ауа жұқа, сондықтан жаңа келгендер үшін әр қадам қиындық тудырады. Қыс ше, олар қатал температура -30 градус Цельсийге дейін төмендеуі мүмкін. Дегенмен, Киббердің 366 тұрғыны таңғажайып жолдармен бейімделген. Олардың тас үйлері ең қатал ауа райына төтеп беруге арналған. Отбасылар жылыну және қарапайым, тойымды тағамдарды пісіру үшін як тезегінен жағылған оттың айналасына жиналады. Балалар қалың киініп, беттері суықтан қызарып, кішкентай мектебіне барады. Осы қиындықтарға қарамастан, мұнда басқа еш жерде кездеспейтін тыныштық сезімі бар. Күн батуы сиқырлы, аспанды қызғылт сары және қызғылт түстерге бояйды. Түн ше, ол соншалықты анық, сіз құс жолын бір көкжиектен екіншісіне дейін көре аласыз. Кибберді ерекше ететін нәрсе оның биіктігі ғана емес, ол адамдары. Олардың жылылығы, төзімділігі және жермен терең байланысы маған кейде ең ерекше жерлер мүмкін болатынның шетінде табылатынын еске салады. Ендеше, келесі жолы тауларға қараған кезде, есіңізде болсын, сол жерде ең биік деңгейде өмір сүріп жатқан ауыл бар. Сіз баруға батылдық етер ме едіңіз?